жақсы, запись басталды. Мен таңдаған нем осы. GitHub'тан тауып алған пакетім. Node.js Telegram Bot API. Алдында бір рет қолданып көргем. Негізі басқа да JavaScript библиотекалар бар, бірақ салыстырмалы түрде осыны таңдадым. Андай GitHub'та 5,5 мың несі бар, популярный адамдар қолданады деген осыған тоқтадым. Мына видеоны қарап отқан болсаңыздар, значит сіздерде гитке қатысты кішігірім опыт бар шығар деп ойлаймын. GitHub'та аккаунттарыңыз бар шығар деп. Егер жоқ болса, ашып алыңыздар. Жаңадан репозиторий құрайын. Репозиторийдің атын жаңаға қарсы алып тұратын ботқа қандай ат қойса болады? Пока что қысқаша қазақша бот дей салайын, кейін өзгерте салармыз да. Сәлем бот дейді. Күшті. Сәлем бот. Сәлем бот дедік. Паблик болсын, readme қосылсын, create repository. Кеттік. GitHub'тан пустой репозиторий қостым. Если что, сіздер форк жасап алып өзгертсеңіздер или өз жеріңізге алып кетсеңіздер болады. При желании. Так. Жерге көшіруге келейін. Репозиторий ашылды. Ау. Репозиторий ашылды. Олай, қайырден сәлем бот деген керек. Так, енді не дейді? Бұны қолдану үшін install жасаймыз. npm install Telegram Bot API деп. Оны терминалда орындаймыз. Терминалды Visual Studio Code'ды ашам. И мына жерге қойып жазып көрем. npm и node Telegram Bot API деп. Так. Орнатылып кетті. Орнатылмау керек еді, өйткені менде пакетжісін жоқ болғасын. Аха, ладно, өз құрып берді. Өз құрып берді. И сосын мына жерде қарасаңыздар, гитті 3000 өзгеріс пайда болды. 3000 новый файл. Себебі node modules орнатылған кезде ол гитке қосылмау керек пакеттер ғой, барлығы. Бұларды игнорировать ету керек. Игнорировать ету үшін turtles gitті add to ignore list. Енді қайттан қарайын. Екі файл. Package log және readme. Так, менде package.json орнатылмады. Ол үшін мен npm init деген кезде менен сұрайды. Проектіммен таныстырып жіберсе дейді. Таныстырып жіберсе, package name сәлем бот болып қала берсін ба дейді. Я деймін. Версия 1.0.0 дейді. Я деймін. Description дейді. Сәлем беретін. Так. Қазақша сәлем беретін бот дейді. Entry point index.js дейді. Жарайды. Тест команд керек емес. Git repository. Аха, дұрыс тұр. Keywords. Ладно, пока бас қатырмай қойын, кейін қоя саламын керек болса. Author. Дұрыс па? Иә, дұрыс деп ойлайық. Егер дұрыс болмаса, өзгерте саламыз. Жақсы, енді package.json пайда болды. Package.json ішінде dependency'ге қараймыз. Жаңағы мені орнатқан node Telegram Bot API тұр ішінде. Значит, пока что дұрыс келатырмыз. Енді орнатуын орнаттық, install. Енді қолдануына көшек. Usage
осы примерді дәл осылай көшіріп ала салсам болады. Көшіріп аламын да қайда қоямын? Қайда қоямын? Менде main.vhoda index.js қой. Значит, мына жерге index.js деген файл құра салайын. Index.js деп. Так, index.js-ке қойдым. Енді осы кодты разбирать етейік. Мынау const telegram bot деген require not telegram bot API деген кезде мен жаңағы орнатқан пакетімізді тартып алдым, require деп. Сосын мына жерде токен, telegram bot токен дейді. Қазір осы жерге мен өзімнің ботымның токенін қоюым керек. Сол кезде ары қарай бәрі дұрыс жұмыс жасап кету керек. Const bot тең new telegram bot токен bot on text. Так. Команда келсе, мынау кез келген сообщение келсе. Жақсы. Жақсы. Енді запускать ету үшін маған не керек? Маған Телеграмды ашу керек. Телеграмды ашып, бот фазерге кіру керек. Фазерге кірем, бұл боттың қолынан не келеді дейді? Бот құру келеді. Жаңадан бот құрамыз. Боттың атын қалай деп қоямыз? Сәлем. Сәлем бот. Тура соны үшін жазып қояйын. Ондай бот уже бар дейді. Жақсы. Ондай да бар екен. Сәлем бот. Бәрін бот құру алу. Так. Қазақша сәлем бот деген жоқ, бос екен. Құрдым. Енді не істеймін? Енді mybots деп қарай. Қазақша сәлем бот дегенді ашам және API токенді қарайым. Мынау менің токенім. Осыны көшіріп аламын. Көшіріп аламын да мына жерге қойып қоямын. Негізінде мына токенді алған адам осы менің ботымның атынан өзі де операция жасай алады. Сол себептен мына токенді жасыру керек. Егер де сіздер кейін серьезный бір бот жасауға кіріссеңіздер, бұлай GitHubқа ашық күйінде қалдырмайсыздар ғой. Өйткені алып алған адам сіздің ботыңыздың атынан әркімге хат жібере береді. Или там басқа да нәрселер жасайды. Мен пока осы сабақ кезінде осыны қолдана берем. И біткеннен кейін revoke current токен деймді, басқа токен қоя саламын мына жерге. Енді осыны запускать етіп көрейік. Запускать ету үшін маған не керек? Так. Telegram ботты негізі. Жалпы тек қана Telegramда емес. Басқа да көптеген жерде осындай серверлермен сөйлесудің екі түрі бар. Екі түрі. Біреуі не арқылы? Мысалға Telegram болса, менің серверім болса, Telegram'нан мен өзім каждый раз керек кезінде апдейт сұрап тұрам. Біреу маған бірдеңе жазды ма деп. Егер біреу маған жазған болса, ол бүкіл массив ретінде өзгерістерді жібереді маған. Осындай саған көп адам жазды или жазбады деп. Или пустой массив, да? И мен пока сұрамайынша Telegram маған біреудің жазғанын айтпайды. Каждый раз мен сұраған кезде ғана алып отырам да. Жаңадан хат бар ма? Жаңадан хат бар ма деп каждый раз сұрап отырам. Так,
или екінші түрі ол веб-хук. Мен телеграмға бір рет келіп айтып кетемін, маған мына ботқа егер біреу бірдеңе жазса, оны мына серверге жібер деп айтып қоямын. Сосын ештеңе істемеймін. Каждый раз менің ботыма біреу сообщение жазса, Telegram веб-хук арқылы менің серверіме сол жазған нәрселерді жіберіп отырады, өзгерістерді. Каждый раз осылай болып тұрады. Так, енді бізге жақсы негізі веб-хук тұрысы. Polling.js дейді. Polling.js деген. Пока что ботымызды тексеріп жіберейік. Ботымызды қазақша сөйлеп бот деп receive your message. Мен жазсам receive your message деп тұр. Енді оны тоқтатсам ештеңе де жауап бермейді. Ал егер осы қазір мен қосып қалсам, мынаған receive your message деген жауап келу керек. Осыған кезде. Дұрыс, жақсы. Мынау дәл қазір. Енді бізде қалай болып тұр? Менде локально ғана көтеріліп тұрды. Осына қашан мен тоқтатам, моментально не тоқтайды? Боттың жұмысы тоқтайды. Оны ең соңында Herokuға қоярмыз. Пока что осылай жұмыс жасай берейік. Негізі осы жерден бір тоқтатсақ болады. Мынау GitHub'тың өзіне алған примерім. Hello World деңгейіне жеткілікті болып тұр. Қандай минустары бар? Логикасы пока что ешқандай жоқ. Просто жауап береді. Эхо десем, не деп жазмыз, оны өзіме қайтарады. Жақсы. Енді веб-хук қайда? Веб-хук. Сәмпілдің тұтарыларын қарайық. Орысшада күшті. Express.js. Теперь участникам видим ваш экран деген жазушы тұр. Қызық. Бағанамен сіздерге экран көрінбей тұрды ма? Жоқ, көріп тұр экран. Көттің ғой бағанамен бері қараңғы экранмен сөйлеп отырмын ба деп. Жақсы, рахмет жауап бергеніңізге. Кеттік. Мына жерде Telegram токенді алды. URL, мынау біздің веб-хукты күтіп алатын серверіміздің URL-ы. Так, мына стандартный порт, ол біздің Telegram ботымыз. Express.js Telegram бот құрылды, және оған веб-хук ілінді. Express application құрылды. JSON күтіп алады, және post token. Post token, ана веб-хук уникальный болу үшін істеп тұр ғой. Так, bot process update replace body, Impress.
негізі мына версияда жұмыс жасайды, егер сіздің серверіңіз постоянно ашық өзі сұрап тұратын болса. Бірақ дұрысы мына веб-хук. Осыған кірсек, ол үшін Heroku'ға көшейік. Heroku'да жаңа не қосайын. Атын не деп айтайын? Бос екен, жақсы. Енді оған GitHub'тан тартып алып тұр деп айтам. GitHub'тан тартып алу үшін мен доступ беріп қойғам алдынан бері. Сіздерде мына жерде бір басқаша кнопка тұрады, типа авторизация жасау керек деген. Соны жасайсыздар да GitHub'қа өтеді. Сенесің ба, андай доступ бересің ба деп сұрайды. Я дейсіз, болды. Сосын мына жерден өзіңізге керек нелеріңізді тартып ала бересіз. Қазақ деп іздейік. Сәлем дейсек. Сәлем бот. Сәлем ботты байланыстырайық. Жақсы. Енді менде боттың веткасы қандай. Мастер екен. Жақсы. Мына жерден мастерге байлап enable automatic deploy деп қосып қоямын. Сол кезде мен GitHub'қа осы веткаға push жасаған кезде Heroku өзі обновить етіліп тұрады. Обновить етіледі да, сосын мына жерде қандай команданы дайындап қоямыз, соны запускать етеді. Каждый раз обновить етіліп, npm инсталын жасап тұрады. Ана керек пакеттерді орнатып. Сол жері жақсы да. Бір рет дайындап аласың и болды. Каждый раз қайтадан өзің қолмен жасап жүргеннен жақсы да, уақытың ұтылсын. Deploy branch десем, қате деп айту керек. Қате деп айту керек. Өйткені тартатын ештеңе жоқ та. Сәлем боттың іші пока что пустой. Кеттік, аны push жасап жіберейік. Ладно, кошек куда ошибка ввести, да? Так, білмедім. Обновить етіп керек шығар сонда. Өйткені мен ашып қойдым ғой. Ешкім андай не күтпейді. Рұқсат күтпейді, кіре береді. Рұқсатсыз кіре береді. Терминалымызды қайттан ашайық. Терминалымызды ашып жіберейік. Өзгерістерімізді. Деп, сосын мына жерден нені қарасақ болады. Қарап отырсақ болады. Heroku'да не болып жатқанын көрсетіп отырады. Мына жерде build started by user CoverMax Mail.ru дейді. Жаңа ғана мен Git'ке push жасадым ғой. Соның нәтижесі да. Мен push жасадым. GitHub Heroku'ға айтады. Менде өзгерістер бар деп. Сосын Heroku одан тартып алады. Тартып алады. Релиз 3-ші версиясы құрылды дейді. CoverMax Mail.ru'мен дейді. Енді по умолчанию Heroku npm run start деген команданы орындағысы келеді. Сөйтсе қате шықты. npm error missing script start. Start деген не жоқ дейді. Команда жоқ дейді. Ол үшін мен package.json-ға барам. Package.json ішінде scripts деген болу керек. Міне scripts. Осының ішіне start деп дайындаймын. Және оған ғана мен мынаны запускать ету үшін node index.js деп жаздым ғой. Соны жазып қоямын. Node index.js дедім. Енді
жерге npm жасаймыз. Мына жерден қарап тұрамыз. Ол өзгеріс ену керек. Басталды. Build start басталды. Сол бір жарты минут, бір минут ішінде дайын болу керек. Бізде не аз да, орындайтын пакеттер аз. Қатыспау керек. Фронтендтің нелерін орнатып пакеттерін. 4-5 минут ойланып кетеді. Өйткені қазір фронтенд деген сондай бір не да, жыбырлап, әйтеуір бір жаққа дамып отыратын нәрсе да. Cannot find model. Мынаны таппадым дейді. Себебі index.js-ті ашамыз. Мына жерде app index.js-тің ішінде мынандай модель таппадым десе, мынау осы таппай қалдым. Қандай қате болуы мүмкін? Сразу не істеп қояйық. Өзгертіп жіберейік. Енді бізде public URL қате да мына жерде. Public URL-де біздің херопымыздың адресін беруіміз керек. Пока что құлап отыр біздің сайтымыз, сол себепті application error деген бет шығып тұр. Жетеміз қазір. Енді басқа қате жоқ сияқты вроде. Қате жоқ сияқты емес, қате бар екен. Менде экспресс жоқ па. Экспресс орнатылмаған, так что оны орнату керек. npm install экспресс дейміз. Ол пока орнатыла берсін. Мен басқа тағы қате бар ма көрейін. Болып жатыр ма? Рахмет. Так, енді вроде токен бар. URL көрсеттік. Port. Process environment port дейді. Немесе 5 қоя салайық та. Көбінесе пакет 5 мыңға қоятын JavaScript-те. Мынау келіп тұр. Вроде болатын сияқты. Тадан қарайық. Не өзгерістер жасадық. Және так, 10 минут қалды дейді. 10 минут қалды дейді. Мен сатып аламын деп кеттім ғой. 6 минут өтіп жүрді, сондай тұрады ше. Мына Zoom-ның несі, апгрейд версиясы. Sweatport. Index.js-ті жіберейік. Енді жерге packages-ында бізде dependency бар. Міне Express. Кеттік. Осыны push жасайық. Кетті. Енді күтеміз. Мына жақта не болып жатқанын көреміз. Обидный сөзі. State changed from starting to crash it. Ана ұшпай жатып құлап қалды деген сөз ғой ракета. State состояние starting көтеріп жатты да бытшыты шықты. Жақсы. Build бітсін. Жақсы. Express service listening on. Terminate конфликт бар дейді. Басқа түйісіп қалып жатыр.
Жақсы. Жақсы. Жазған көмектесетініне сенімім жоқ, бірақ сома деп ойлап тұрмын. Бағана біз алдыңғы приложение запускать еткен кезде сондай бір веб-хук ілінген сияқты да. Ана автомат. Үшін жетті. Қанша уақытым қалды? 36 минут. 3-ақ минутым қалыпты ғой мен. 3-ақ минутым қалыпты. Былай қыласақ болады. Ары қарай қайтадан переподключить етпей қояйық. Осы жерден видеоны бір тоқтата салайық. Мен қатені түзетіп қояйын қазір. И чатқа жіберем жауабын. GitHubқа да жіберем. Кім қайталап жатыр, сол көріп алсаңыздар болады. Примерно түсіндіріп жіберем ғой, неде болған қате. Шығатын да уақыты болды уже. Өте нормально сияқты. О, күшті жұмыс жасап тұр екен веб-хукпен. Так, енді видео ютубқа шыға ма дейді. Негізі қатты бір жылайым жоқ шығаруға. Шығара салайын. Қызық болса бір көрер. Болды, осы жерден бір тоқтайын. ютубқа шығарғаныңыз дұрыс болатын шығар. Басқа да адамдар көріп үйрене берсе. Жақсы, шығара салайын. Андай кейде біз үшін слишком қарапайым көрінгенмен біреуге пайдалы болып қалуы мүмкін. Жарайды, аха, шығарып қоямын. Осы жерден бір тоқтайық. И интенсивно ертең сразу жалғасы болады. И бір 3-4 күн ішінде, асып кетсе бір 4-5 күн ішінде сәлем беретін ботты шығарып, и біздің жалағаш айтының чатына қосып қоямыз. Құдай қаласа. Жақсы, сұрақтар бар ма?